Күріштің пайдасы. Бір энергия көзі. Күріш көмір суға бай, ағзаға жылдам энергия береді. Әсіресе дене еңбегімен айналысатындарға пайдалы. 2. Ас қорытуды жақсартады. Ақ күріш жеңіл қорытылады, асқазанда ауырлатпай. Құрамында глютен жоқ, сондықтан глютенге аллергиясы бар адамдар да жиі алады. 3. Қан қысымын реттейді. Тұзсыз күріш қан қысымын төмендетуге кегеді. 4. Тері мен шашқа пайдалы. Күріштің құрамындағы В дәрумендері тері мен шаштың жақсы өсуіне әсер етеді. Кейбіреулер күріш суын бетке немесе шашқа қолданады, теріні тазартуға көмектеседі. 5. Иммунитетті нығайтады. Қоңыр күріш тазартылмаған, құрамында темір, магний, фосфор бар, бұл ағзаның қорғаныс қабілетін арттырады. Күріштің теріге пайдасы. 1. Теріні ағартады, жарқыратады. Күріш суы теріні табиғи жолмен ағартады, теңестіреді. Қара дақтарды, безеудің іздерін азайтады. 2. Ылғалдандырады. Күріш суы теріні жұмсартады, құрғақ теріге жақсы әсер етеді. 3. Қартаюға қарсы әсері бар. Құрамында антиоксиданттар бар. Олар әжімдердің алдын алып, теріні жасартады. Кореялықтар күрішті үй жағдайында маска, тоник, скраб ретінде пайдаланады. Күріш суы, rice water. Қалай жасайды? 1-2 стакан күрішті жу. 2. Оған таза 1 стакан су құйып, 30 минут тұрғыз. 3. Суды сүзіп алып, тоңазытқышта 3-4 күн сақтауға болады. Қалай қолданады? Тазартылған бетке мақтамен жағып, 10-15 минуттан соң жу. Кейде бетке спрейтінде шашады тоник,